компаниясының өте көптеген онлайн сервистері бар, және олардың көпшілігін қашықтықтан оқытуда қолдануға болады. Осы модульде сіздермен бірнешеуін бөлісетін боламыз. Бұл видео сабақта біз Google Classroom сервисі жайлы сөйлесетін боламыз. Google Classroom сервисі қашықтықтан оқыту үшін арнайы жасалған платформа. Оны қолдану үшін classroom.google.com сайтына кіріңіз. Google'дың барлық сервисі бір ғана аккаунтпен жұмыс жасайтынын бұған дейін айтқан болатынбыз. Егер сіз бұған дейін Gmail аккаунтын ашпаған болсаңыз, осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеге басу арқылы аккаунтты қалай ашу керектігін көрсеңіз болады. Егер сіздің аккаунтыңыз бұған дейін ашылған болса, сол электронды мекен-жай және құпия сөзді қолдану арқылы Classroom платформасына кіре аласыз. Бұл терезе платформаның негізгі беті. Платформамен жұмысты бастау үшін оң жақтағы жоғарыда көрсетілген плюс батырмасын басыңыз. Сонда платформа сізге екі бағыт ұсынады. Бұған дейін ашылған сабаққа тіркелу немесе өзіңізге жаңа сабақ ашу. Егер присоединиться батырмасын бассаңыз, онда сізге курстың кодын енгізуді сұрайды. Ол кодты курс ұйымдастырушысынан, яғни мұғалімнен алуға болады. Ол жайлы кейінірек тағы айтатын боламыз. Ал қазір біз создать курс батырмасын басамыз. Мұнда курстың негізгі мәліметтерін көрсетеміз. Олар сабақтың тақырыбы, пән бөлімі, пән атауы және сынып. Егер барлығын дұрыс көрсеткен болсаңыз, создать батырмасын басыңыз. Платформаға кіргенде пән бөлімі сөзінің астында код курса сөзін көресіз. Мұнда тұрған құпия сөзді оқушыларға берсеңіз, олар присоединиться батырмасын басу арқылы сіздің сабақтарыңызға қолжетімділік алатын болады. Google Classroom платформасының 4 негізгі бөлімі бар. Бірінші, яғни лента деп аталатын бөлімінде сіз берген тапсырмалар, хабарламалар, тапсырма графиктері және тағы басқа негізгі ақпараттардың барлығы оқушыларға көрініп тұрады. Екінші, задание деп аталатын бөлімінде оқушыларға арналған тапсырмаларды орната аласыз. Ал пользователи бөлімінде сыныптағы оқушылардың және басқа мұғалімдердің сабаққа қолжетімділігін басқара аласыз. Яғни, оларды топқа қосып немесе өшіріп тастауға болады. Және оценки бөлімінде оқушылардың бағаларын орната аласыз. Оң жақтағы жоғары бұрышындағы настройки бөлімінде сіз осы курсты қайта баптай аласыз. Бұл бөлімде курс атауын, қолжетімділік түрін, курс кодын немесе бағалау түрін қайта өзгертуге немесе баптауға болады. Google Classroom сервисінің мүмкіндіктері өте көп және басқа да сервистермен синхронды жұмыс жасай алады. Оларды келесі видео сабақтарда көрсететін боламыз.